Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді восточная сладость деп аталатын оңай жасалатын пирогты жасайтын боламыз. Піскенде түрі онша емес болғанымен өте дәмді пирогтардың бірі, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, және де каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар сары май, қант, жұмыртқа, ұн және де қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды және де қантымызды салып, біркелкі масса болғанша, қантымыз бен сары майымыз араласқанша жақсылап араластырамыз. Ешқандай миксерсіз осындай вилканың көмегімен араластырсаңыздар болады. Және де бір жұмыртқамызды да салып, араластырып алатын боламыз. Кейін осылай лопаткамен шет-шетін жинап, електен өткізілген ұнымызды және қопсытқышымызды салып, бастапқыда лопаткамен араластырамыз да, кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Бұл пирогтың ерекшелігі ешқандай да миксерсіз, қолмен-ақ әрі тез жасалатын пирогтардың бірі. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Міне видеода көрсетілгендей осындай жұмсақ қамыр болады. Енді осыны 22 немесе 24 диаметрлік формаға салып жайғастырып аламыз. Ешқандай да холодильникке салудың қажеті жоқ, бірден жұмыс жасай беруге өте қолайлы қамыр болады. Тегістеп салып, шет-шетдегі бортиктарын шығарамыз, және де бортиктары бір шеті кішкентай, бір шеті кетір-бүтір болмау үшін қолымызбен осылай әдемілеп тегістеп, қайтадан осылай видеода көрсетілгендей әдемілеп тегістеп алатын боламыз. Енді осының үстінен кез келген үйде бар өрік мүйіз және де дәндерді салуға болады. Мен қара мүйізбен кішкене өрік және де грек жаңғағын салдым. Барлық керекті заттарды мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып кететін боламын. Енді осының үстін тегістеп, үстінен сгущенкамызды құямыз. Сгущенкамыз міндетті түрде сапалы болу қажет. Мен тірі желание сгущенкасын қолдандым, және де достар, қазақша фудблогтың дамуына үлес қосып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер, және де көптеген рецепттермен бөлісіп отырамын. Соларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Осы уақытта пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 20-25 минут аралығында пісіп шығатын болады. Міне пирогымыз осылай пісіп шығады. Формасынан суғаннан кейін барып қана шешесіздер. Үстіңгі жағы осылай кішкене күйіңкірейді. Ол қалыпты. Өте дәмді пирогтардың бірі. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға рахмет.